баршаларыңызға екінші дастарханнан бүгінгі кешке жиналған шеттерінен ақ көңіл, шеттерінен мейірбан, жақсылардың жұрнақтары, нар қазақтың ұрпақтары, той қызық қуаныштарыңыз құтты болсын. Хан баласындай тік сөйлейтін, би баласындай нық сөйлейтін, құлжадай қарулы аталарым, құрмадай қадірлі апаларым, топырақтай асыл ағаларым, жапырақтай жасыл жеңгелерім, жаңғықтай қатты інілер, шәрбәттай тәтті қарындастар. Екінші ақ дастарханға қош келдіңіздер. Бір қошеметті Қыдырбек пен Регина деп соғып қойсаңыздар, әбден болады. Той құтты болсын. Дүркінде дүние өтер бір күнде, 60 күн атам болғанша бура боп бір күн зіркілде. Ашылда шашыл, шашылда төгіл бұл күнде, әйтпесе көзің тояма дүние деген шіркінге. Қамшының қысқа сабындай ғұмырда сіз десіп, біз десіп, сыйласып жүрген патша көңілдеріңізге Алла разы болсын. Той қызық қуаныштарыңыз құтты болсын, ардақты ағайын. Екінші ақ дастарханның алғашқы ақ тілегін тойымыздың төрінде келіп отырған осы Қыдырбек бауырымыз үйленеді дегенде естігеннен жарғақ құлақтары жастыққа тимей, тойымыздың басы қасында жүгіріп, көмектесіп, қолғабыс көрсетіп жүрген тойымыздың төріндегі құрметті аға жеңгелер, апа жезделер, бөле жиендер, екінші ақ дастарханның алғашқы ақ тілегін ашып беріңіздер. Той төріне баршаларыңызды шақырайын. Сәкен Жамал бастаған, Жәмилә жеңгем қостаған, Дулат Камилә, Сайранбек Үміт, Хадис Дариға, Тоқтар Айша, Ғалымжан Гүлшат, Қуаныш Марал, Жасболат Ақшай, Сембай Нұргүл, Бағдат Сандуғаш, Болат Гүлмира, Алмат Шынар, Тимур Әсел, Ержан Айгерім, Жаслан Аяжан, Болат Жаңагүл, Шымболат Раушан, Әділхан Сейілхан Қымбат, Үрсем Айнагүл, Шыңғыс Альмира, Еркебұлан Мадина, Мадияр Гүлшара, Ермек Динара, Ерден Гүлнұр, Дәуіт Мақпат, Дархан Нұргүл, Бөгендік Мадина, Берек Жұлдыз, Жанар Нұрлыбек, Наташа, Амангелді Әсем, Асхат, Венера атты құрметті аға жеңге, апа жезде бөле жиендер, тойымыздың төріне келіп ақ тілек ақтарыңыздар. Рахмет. Арыстан ағамыздың аға жеңгелері Ерболат,
Құрдасы ма? Шақырайын ба бірге? Ерболат Ардақ, Алтынай, Мұқан Ардақ атты құрметті ханымдар мен мырзалар, той төріне бірге шығыңыздар. Маэстро музыка би қайда. Ал кет, айқай жүр. Не деген аға жеңгелер? Би қайда? Би. Көңіл күй қайда? Маэстро музыка. Қыдырбектің аға жеңгелері шықты деп мына жер шаңнан көрінбей қалу керек қой. Бүгін той, бүгін қызық қуаныш. Жібер қане. Маэстро. Жеңгелердің, әпке жезделердің биі дәл осындай болу керек. Жеңгеміз қайда? Келіңізші ортаға. Келіңіз ортаға. Ортаға келіңізші. Қандай тамаша би. Не деген күшті көңіл күй. Приз. Приз беріңіздер. Приз. Екі приз алып қойыңызшы сразу. Қайда? Приз беріңіздер. Есіміңіз кім болады? Гүлнара. Гүлнара ханымға қол соғып қойыңыздар. Гүлнара ханым, халыққа қарап тұрыңыз. Қыдырбекке кім боласыз? Қыдырбектің жеңгесі. Сіздің көйлегіңізге әдейі осы сумканы алып қойдым, подсвет болсыншы деп. Мынау екінші сыйлықты, мынау Шанельдің несі? Жаулығы. Бір сұрақ қоямын, дұрыс жауап берсеңіз сізге беремін. Қиын сұрақ па, оңай сұрақ па? Бәрі адамға құлақ не үшін керек? Есту үшін. Кім айтты? Жоқ, дұрыс емес. Адамға құлақ не үшін керек? Ау? Сырға салу үшін тағы варианттар бар ма? Не істеу үшін? Тыңдау үшін тағы? Не істеу үшін аға? Өсек тыңдау үшін. Өсек тыңдау үшін. Жоқ, өсек тыңдау үшін емес. Адамға құлақ не үшін керек? Аға? Адам болу үшін. Адам есту үшін. Аға айтыңызшы. Ашки тағу үшін. Дұрыс, ашки тағып үшін. Қосылып қойыңыздар, ағамнан жеңгемізге беріңіз. Не деген логика. Қосылып қойыңыздар. Міне, Қыдырбектің аға жеңгелері, әпке жезделері, жиен бөлелері және әке айтыңызшы. Құрдастар бар, е? Қыдырбектің аға жезделері. Ал, құрметті ағайын туысқандар, ортаға топтап келіп бір 6 адам келіңіздер, қалғанымыз қосылайық, е? Әрине, бағаласам уақыт сыйлар уақыты деді. Сондықтан бір-біріміздің уақытымызды бағалап, ортаға үлкен өтіп келе қалыңыздар. Ана келіңіз, тағы да 2 адам келіңіздер. Қалып қоймаңыздар, 2 адам келіңіздер. Қалғанымыз қосыламыз ба? Рахмет. Ал ақсақал, кім бастайды? Ана өзіңіз бастаңыз. Қыдырбектің туысқандары тілек айтайын деп жатыр. Қыдырбектің туысқан емеспін, туған апасымын. Мен атым Жәмила, Арыстанның папасының туған қарындасымын. Астана қаласында тұрамын. Осы мана айтып жатыр ғой, көз көргендер, бүгін ең жақын деген ағайын туыс бауырлар мінекей Арыстан мен Гаухардың ақ түйені қарны жарылған үлкен тойында бас қосып отырмыз. Білетін адамдардың бәрі айтып жатыр, білмейтін енді жаңа құдаларға шамалап артқа шегінгім кеп тұр. Сіздермен құда болғанымызға өте қуаныштымыз. Жаңадан болып жатқан құдалар, бауырлар, Регинаның папа мамасы, ата әжесі, сырттарыңыздан қанық болып, сондай құданы Құдай қосады дейді. Сіздермен құда болып жатқанымызға риза болып жатырмыз. Аллаға шүкір. Енді Арыстан мана көңілімді кішкене босатып, Қыдырбек Мараттың баласы дегенге төбем көкке бір елі жетпей қалды. Арғы атасында айтып жатқандар болып жатыр, мана
үлкен атасы 92-ге келіп қайтты. Атақты енді әрбір ұлт сондай өзінің ұлтында атақтыларымен мақтанады ғой. Атақты Тілеулі Батырдың ұрпағы Ақтөбеде Есет Батырмен бірге жатқан. Бер жағы Арыстанның өзінің папасы Марат еліне елеулі, халқына қалаулы, бүкіл Дәуітбай емес, бүкіл Жезқазған Ұлытау өңірі бетке ұстаған азамат болып еді. Сәл ертерек кетіп қалды. Әрине сіздерменен құда болса, төбесі көкке бір елі жетпес еді. Бірақ Аллаға шүкір, артында бар, орнында бар оңалар деп, Арыстанымыз бар, Бекенайымыз бар. Мінекей үлкен тойға кенелтіп жатыр. Осы тойды көрсеткен Аллаға мыңда бір шүкір айтамыз. Мінекей бүгін Арыстан мен Гаухардың төрінде жақсы азаматтар отырып, жақсы құдалармен құда болып жатырмыз. Соны Алла көпсінбей, тойымыз тойға аласын, екі ботамыз бақытты болсын. Енді мақтай берсе, тағы да естіп жатарсыздар. Негізі Арыстанда, Гаухарда текті елдің азаматтары, текті жерден өнеге көрген, қонақ күткен, елді бетіне қаратқан дегендей тіл көзден сақтасын. Мінекей сол көргендерін істеп, құда күтіп жатыр, елді жинап жатыр, достарын жинап жатыр, қаншама жақсы тілектер айтылып жатыр. Соның барлығы періштенің құлағына шалынсын. Ата-баба қолдағы биік ботамыз бақытты, үлкен ордалы, нағыз би түспесе де биден де артық болатын азаматтар түсетін іргелі үйге айналсын. Гаухар мен Арыстан сол балалардың қызығына тоймай, мың қарғалары миллион болып, ордалы жанұяға айналып, аман есен шаңырақтарында тек қуаныш болсын. Бүгінгі осы тойға келіп отырған барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Қайсыларыңыздың болса да шаңырақтарыңызда қуаныш болсын, үйлеріңізге шаттыққа толсын, тек жақсылықта басымыз қосылсын құдалар. Келген қадамдарыңыз құтты қадам болсын. Екі жақтан да тек қана жақсы жағдайда, шүйшілеп бір-бірімізден шүйінші сұрайтындай жағдайда болайық. Көп-көп рахмет. Жасай беріңіз ана. Ақ батаңыз бақ бата болсын. Ал ақсақал, жалғастырыңыз. Ал енді Арыстан, Гаухар, мінекей мынау үлкен ұлан асыр той жасап жатсыздар. Мінекей тойларыңыз құтты болсын. Мына жаңадан келген құдалар аттаған қадамдарыңыз құтты болсын, түрге орын алған. Ал енді Бекенай, біз Бекенай дейміз енді. Қыдырбек, Регина, Айнұрайым, оталарым бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Мынау тігіп жатқан отауларың шаңырағы биік болсын, отбасыларында қуаныш той көп болсын, бақытты болыңдар. Құрметті тойға жиналған қауым, той құтты болсын. Құдалар, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Күйеу бала, біздің баламыз сіздерге 1000 жылдық болсын. 100 жылдық күйеу бала болсын. Бала шағасы көп болсын. Енді Арыстан, Гаухар, бүгінгі күні үлкен дүрлетпей жасап жатсыңдар. Тойларың құтты болсын. Енді Арыстан мен Гаухар екеуі де маған екі жақтың бөтен емес. Арыстан өз інім, Гаухар өз інім, менің Қайрат деген інім бар, коллегам. Бәленбай жылы жұмыс істеп жатқан шахтер Горняк кеше ғана медаль алып полный кавалер болып жатыр. Құтты болсын. Сол енді туған нағашы біздің ұлымыздың. Ана жерде анамыз отыр жоғарыда, Қайраттың мамасы. Сол той құтты болсын. Баламыз енді екі жағда үлкен азаматтар ғой, нағашылар да, өз папасы да жаңа айтып жатыр, тәтеміз. Енді сіз папаңызбен өз көзім көргем, мәкеңді жас болсақ та кезінде Жезқазғанда жұмыс істеп жүргенде. Енді үлкен атасының жасын жасай беріңдер. Жаңа балалар бақытты болсын. Енді Қыдырбек, Регина, екеуіңе махаббаттарың мол болсын, ойымдарың жоқ болсын, балаларың көп болсын, бақытты болыңдар. Рахмет, әмин. Аллаға. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар, тойға жиналған. Біріншіден айтатыным, екі жасқа ақ ниет, ақ тілек. Ер адамға бұл берген әйел, ол аманат. Ол аманатты орындау, ол ер адамға
міндетті. Сондықтан да екеулерің жолдастарың адал болсын. Қызды үйден шығарып, өзге үйден шығарып, өзінің үйіне келіп жатыр бүгін. Арыстан мен Гаухар екеуміз, Гаухар үйіне келіп жатыр. Кәдімгідей өзге үйден шығып. Сондықтан да құтты болсын. Бастың байлығын, денсаулығын берсін. Әрқашанда осындай үлкен жетістіктерге жете берейік. Жаңа айтып жатыр тамада. Атыңыз қалай сіздің? Менің есім Таңат болады. Таңат, кіші жүздің қызы екен, алып атқан. Кіші жүздің қызы руы Табын болады. 12 ата байұлының қызы ғой. Мына жерде мен бажам болып тұр ғой мынау. О, бажасын тауып алды. Інім бір жағынан інім болып тұр, жолдасының баласы болып тұр. Мына жерде ешқандай кіші жүздің қызы жоқ менен басқа. Сондықтан, держися меня, я же один. Это не я сказал. Назарбаев сказал. О, бажа, жасай беріңіз. Не деген тілек? Бажалар тату болыңыздар, жақын болыңыздар. Қыдырбек, естідің ғой? Держись за меня деді, и все. Любой қалаға барасың, күтіп алады, жағдайың жасайды. Так что смело жүре берсең болады. Аллаға. Ал, ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құрметті құдалар, құдағилар. Таушылар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Ал, Қыдырбек, Ареке, Гаухар, бүгінгі үлкен өздерің бірінші қуаныштарыңыз ғой. Сол қуаныштарыңыз ғұмырынан болсын, ұзақ болсын. Ал, Қыдырбек, бота, қолға түсірген құсыңмен қосағар. Денің сау болсын, бірге жақсы ғұмырлы өмір кешіңдер. Өзіме не тілеймін, соның бәрін өзіңе де тілеймін. Бастарың аман, дендерің сау болсын, шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын, іші жанға толсын, сырты малға толсын. Анамыз айтып отыр ғой, үлкен кісілер, сол тілектер қабыл бола берсін. Одан артық не тілек бар? Сол тілектеріңіз қабыл болсын. Бәріңізге де осындай той болсын. Ареке мен Гаухармен артынан ерікпей жатқан бөлемін ғой. Сол маған да жұғысты бола берсін енді. Мен де балаларым өсіп келе тұр. Сол не айтам? Бақытты болсын балалар. Рахмет. Ал Арыстан Гаухар, қуаныштарың құтты болсын, екеуіңіз бақытты болсын, құрған шаңырақтар шашақты болсын, уықтары бұтақты болсын, іші жанға, сырты жанға толсын. Мана айтып отқан тілектерге қосыламын, қуаныштымын. Қарсақбай кентінен, Ұлытау облысы Қарсақбай кентінен жиендерінен бір астық. О, аға келіңіз ортаға. Аға, ортаға келіңіз. Сіз кім боласыз Қыдырбекке? Жиенім. Жиен. Осы әулетке жиен боласыз. Жиен Қыдырбекке бір ат мінгізді. Енді аталған мал негізінде өспейді дейді, өспейді. Сондықтан ол ұлма қыз ба, соны біліп алайық. Ат деп тұрмын ғой мен. Ат па? Неше жас? Ат деген қанша болады? Енді өзіңіз айтыңыз, айғыр ма, ақал теке ма, арабтардың чистокровный айғыры ма, білмейміз ғой біз. Қазақ ат. Қазақтың аты. Қосақ қойыңыздар осындай жиенге. Рахмет. Ақыра ат мінгізген екенсіз, қасына қосып ертұрманын бірге беріңіз. Рахмет. Аға, жалғастырыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Ал, құрметті құдалар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ареке, Гаухар, бүгін үйлеріңізде үлкен Алла ғасыр той болып отыр, құтты болсын. Ал, Қыдырбек, Регина, сіздерге тілейтінім, бірақ сөз еттім, бақытты болыңдар, бақыттың ішіне бәрі сияды. Сол бақытты қолдарыңызға ұстап, ұшырмай, отбасыларыңызда ұстап отыра беріңіздер. Сол бақыт сіздерге бақыт әкеледі. Әмин. Рахмет. Ортаға келіңіз. Ал ағайын, баршамыз назарымызды ортаға салайық. Міне, топтап, қорытындылап, түйіндеп, жеңгеміз бір ақ тілек ақтарсын. Құрметті тойшыл қауым, бүгінгі құда-құдағилар тойға шығуларыңызбен
бағанадан бері жақсы тілектер айтып жатыр. Тойшыл қауым бүгінгі ортақ тойға үлестеріңізді қосып жатқан мыңда бір алғыс. Біз де Жезқазғаннан ат терлетіп келіп жатыр. Қарсекеңнің бір түйір балапаны, мың қарғасы, бүгін отбасы Қазақстанның бір шаңырағын көтеріп, сіздер мен біздерге біз қуанышын бөлісіп жатқан Арсекеңнің бұл тойына келмеуге мүмкін болмады. Негізі мүмкіндік. Сіздерге де біздерге де мыңда бір рахмет. Тойшыл қауым осындай кең дастарханда тойды ортақтасып жатқан сіздер мен әке-шешелеріміздің түрін көзін көрген әке-шешелеріміздің көзін көрген ағайын туысқандар, сіздерге мың алғыс. Мен осыны айтқым келді. Арсеке екеуміздің бір 99%-ымыздың жүрегімізде білетін бір ғана осы 100% тойдың жақсы өтуінің тек 1% жетпей жатқан әке-шешелеріміз, нағашы жағымыз, бөлелеріміз, шешеміз мен әкеміздің жоқтығы ғана. Осы ғана, бірақ Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Көз көргендер бар, осыдан білуге болады. Бар екеніміз, Марат көкеміздің үрім бұтағы, Гаухардың біздің Арекеңнің отбасына келіп, бәйтерегін жайқалтып, бір түйір балапан кеңге жайып жатыр. Осыған да шүкір, осыған бәріміз куәгері болып жатыр. Аллаға шүкір, осыны да көріп жатқан бізде бірақ бір жүрегімізде 1% жаңағы айтып жатыр қой. Осы қуанышты әке-шешеміз көрсе екен деп тілейміз. Бірақ сіздерге мында бір рахмет. Ал Бекентай, мына әке-шешеңнің осы сіздер үшін, заңды некелерің үшін, сендердің бақыттары үшін осы кеңге жайып, қуанышын сіздермен, біздермен бөлісіп жатқан Аллаға мыңда бір шүкір. Еселене берсін. Тек осындай тек қуанышта отбасыларыңызда береке, үлкен әулет болған мен тілектеспін. Және мына менің артынан ерген бөлелерім, бірге келіп, аттерлетіп келіп жатқан бөлелерімнің атынан осы тілекке ортақтас деп менің орталға салып, сіздердің алдарыңызға бір тілек сөйлемей кетуге мүмкін болмады. Ал бағанадан бері айтып жатыр, генерал құда-құдағилар деп, жаңадан қосылған құда-құдағилар, сіздер де сол кісілердің қатарында боласыздар. Бауыр туған туыс болып кетіңіздер. Тек осы қуаныштарды бірге ортақтасып жүрейік. Ал жастар, Бекентайым менің, өмір жасың ұзақ болсын. Регина екеуің бақытты ғұмыр кешіңдер. Махаббат деген биік шың, оған ешкім шыға алмас. Шығады оған тек қана қол ұстасқан екі жас дейді. Тек осы айдында Арекеңнің қасы-қабағына қарап, осы әкеңнің жолын қусаң, Гаухар екеуінің, тек екеуің жақсылық. Біз сендердің қуаныштарыңды еселеуге дайынбыз. Төк шіркін, қандай тамаша тілек болды. Құрметті аға жеңгелер, әпке жезделер, жиен бөлелер, жадырап, жайнап, күліп ойнап жүріңіздер. Ең бастысы менің тілерім таудың қуысындағы бақыт емес, Алланың уысындағы бақыт. Барша туысқандар сіздерге бұйырсын дедім. Той төріне келіңіздер, ағамыз бен жеңгемізді алып, ортаға бір естелік суретке түсіп алайық. Алдағы астанамнен алып отырыңыздар ағайын туысқандар, қиылғаннан бұйырғаннан. Осы аға жеңге, әпке жезде жиен бөленің тілегіне астанамнен алып отырыңыздар. Туған бауырды ұмыттырар, туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар. Бір конвертті мен сіздің қалтаңызға салып қойайын. Қалтаңызды ашыңыз. Бір конвертті қалтаңызға салып қойайын. Сіздің қалтаңызға бір конверт бұйырсын шосын бүгін. Қараңыздар, қандай бақытты күліп тұр, жүзі жайнап. Жеңгемізге ғана бере бермей, әкемізден елемеске беріп жүріңіздер. Тойымыз қуаныштарыңыз құтты болсын. Ардақты ағайын, құрметті қалайық, тойымыздың төрінде отырған Қадырбек пен Регинаның әке-шешелері, яғни кезінде Тайболындай темізіп бірге өскен замандастар, құрдастар, сырластар, және де алыстан ат терлетіп келіп отырған Жезқазған қаласы, Сәтпаев қаласы, Ұлытау облысынан келіп отырған құрметті ұжымдастар, және Қарағанды облысынан келіп отырған құрметті замандас ұжымдастар, сіздердің құрметтеріңізге жан досым атты жақсы бір әнімді жолдап берейін. Мен өзім әнші болмасам да, Арыстан әкеміздің сұрауымен жан досым атты әнді жолдап отырайын. Астанамнен алып отырыңыздар. Ал жан жолдастар қайда?
Дегі Арыстан әкеміз бен Гаухар анамыздың достары, жолдастары, яғни әке шешелеріне бергіміз келіп отыр. Құрметті Ержан Айнагүл бастаған, Аян Гүлмира бастаған, Азамат Гүлвира, Мұрат Әлия, Абылай Ғалия, Ербол Еркебала, Марғұлан Гүлбану, Алиасқар Құралай, Бағдат Ғалым Мәселе, Саттар Гүлжанат, Дулат Гүлбақыт, Айжан, Айнұр атты құрметті замандастар, достар, тойдырны билеп шығыңыздар, маэстро! Рахмет, жолдастар, келіңіздер, той-тоймен шыққандарыңыз тағы бір мәрте құтты болсын. Ал ардақты ағайын, құрметті халайық, баршамыз назарымызды ортаға салайықшы. Бүгін міне кезінде қайғылындай тебісіп өскен, бірі бозбала болса, бірі бой жеткен еді. Уақыттың еншісіне салып, қазіргі таңда бірі-бір отағасы, бірі-бір ошақ анасы атанып отыр. Ал құрметті достар, ақ тілектің тізгінін сіздерге ұстатайық. Ортаға 6 адам келсін. 6 адам келіңіздер. 3 ер азамат келіңіздер. Сайлап алыңыздар. Аға, келіңіздер. Ширатып жіберейік. Аға, келіңіз. Тағы да қыздардан. Айжан ханым, келіңіз. Осы қонақтарымыз ақ тілек ақтарсын, қалдарымыз қосыламыз ба? Бір ауыздан. Рахмет. Ал аға, кім бастайды? Ал құрметті халайық, бүгін үлкен той Арыстан мен Гаухардың ұлы жаңа шаңырақ құрып отыр. Сол достары бүкіл жақтан келіп отыр. Жезқазған, Сатпаев, Алматы, Астана, Ұлытау, тағы жер. Бәрін айттым ба? Сол енді біріншіден бәріне ақ тілек деймін. Арыстан Гаухар тойларын құтты болсын. Осы шақырғанына рахмет. Жастар бақытты болсын. Екі жақта сыйлы болсын. Жүрген жерде қойған мақсатына жетіп, осы алдындағы айтқан тостарға қосыламыз. Әрқашан осылай той бола берсін. Бәріңізді балаларымыз бар, той жұғысты болсын. Так, не, тілек айта берсен тос бітпейді, басқаларға бере берейін, е? Ал құрметті қауым, Арыстан Гаухар, бүгін енді үлкен қуаныштардың ұзағынан болсын. Арғашанда мына жастар бақытты болсын. Бүкіл айтып атқан тілектер періштенің құлағына шалынсын. Бақытты болсын бәрі. Ал Арыстан Гаухар, міне қуанышты күн. Қазақша айтады ғой. Ақ түйенің қарны жарылған күн, осы керемет күнді көптен күтіп еді. Жаңа тілектер айтылып жатыр ғой. Атасы көрмей кетті немеренің үйленгенінде. Ол кісілермен таныс адам болдық, білістік, талай үйлеріңде болған адамбыз. Қуаныштымыз. Міне балалардың өскені ер жетіп, мінекей шаңырақ көтеріп жатыр. Құдалар сіздерге аттаған қадамдарыңызға нұр жаусын. Біз енді Арыстан Гаухардың достарымыз, бұрыннан өзі сыйласып жүрген адамыз. Әр қалада тұрсақ та сол қатысып осындай тойдан қалмауға тырысамыз. Тойларың той қаласын. Енді тойдың алғашқы қадамы ғой. Ары қарай тойлар жалғаса берсін. Жаңа тілектер орындала берсін. Бесік тойға жеткізсін. Амин. Той құтты болсын. Арыстан Гаухар, Қыдырбай Регинаның үйлену тойы куәгер болып отырмыз. Рахмет. Енді біз бәрімізді ата-анамыз ғой. Бізге көп нәрсе керек жоқ. Ең басты екі жас бақытты болу керек. Ең бастысы. Екі жаққа да бірдей болу керек. Адал болу керек бір-біріне.
Регина, сен Гаухарға ұқсауың керексің. Нағыз үлгі, қазақ әйелінің үлгісі ол. Мен баяғыда қазірді айтайын, ойым болса да, Арыстан білет, Гаухарға тірі кезінде памятник қою керек деп айтатын бұны. Сондықтан, Регина, бұтам, енеңе құса, жаман болмайсың, тек қана жақсы боласың. Ал ең басты бақытты болыңдар, сосын той-тойдан ұласа берсін. Осы құда 1000 жылдық, күйеу бала 100 жылдық, осы туысқандығымыз нығайып, тек қана жақсыда кездесе берейік бәріміз. Рахмет. Ал ардақты ағайын, бағандан бері тілектер айтылды. Баршамыз сіздердің ақ тілектеріңіз тыңдадық. Сондықтан достардың тілегін, замандастардың тілегін жақсылап құлақ қойып тыңдайықшы. Құрметті туысқандар, өтініш сіздерге. Арыстан әкеміз сұрап жатыр, халықты кішкене тыныштыққа шақырайық деп. Баршамыз назарымызды ортаға салайық. Баршамыз осы Арыстан әкеміз бен Гаухар анамыздың тойы деп сыйлап келдік қой. Сәл сабырлық қылыңыздар, достардың ақ тілегін тыңдайық. Ал, жеңге жалғастыра беріңіз. Құрметті қауым, той құтты болсын. Арыстан Гаухар құтты болсын. Құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. Қадамдарыңызға нұр жаусын деймін. Енді өзім шамалы таныстырып кетсейін десем, біз Гаухар екеуміз 82 жылдан жолдас, 1 класстан, уже 40 жыл болды. Күләйім тәтен бала сияқты болып өстік қой, екеуміз класста егіз қозыдай болып жүргенбіз. Менің тойымда қыз жолдас болған, енді Қайрат, Жаннаның үлкен тұңғышын, Аиданы өсірген Гаухар екеуміз, Динара мен Қанатикті өсірген екеуміз тұғымыз. Енді бүгін келін алып, қолы ұзарып отыр. Жаңа коллектив айтқанда, у меня прямо гордость наполняла. Я знаю вот все, Гаухар какая, вот у нее вот статная, коммуникабельная, чистоплотная в отношении вот рукоделия, все, если готовит от души. Я горжусь, что ты у меня есть, я тебя люблю. И сразу Олы Милен Ватыр дегенде, без разговоров Алматыдан сразу билет алдым да, мен бұл тойға келем дедім. Так что өте қуаныштымын. Енді аламандығын беріп, биыл бала келін болып атса, ендігі жылы ана келін болсын, осы елдің дана келіні болсын. Регина осы елді бақытты қылам деп тілек айтып жатыр ғой. Соның бәрі Алланың пағына шалынсын деймін. Енді Кыдырбек, Регина, я желаю вам вот любви, взаимопонимания. Вот действительно, жениться легко, наверное, а вот семью создать, всякое в жизни бывает. Для этого должны быть более терпимые, уважительные. Уважайте родителей с обеих сторон. Как, я желаю бәрі ата-ана баласына только бақыт қана желает, наверное. Вот я желаю тоже өз балам сияқты вам желаю счастья. Енді осы отырған қауымға жұғысты болсын. Бізді қыз өсіріп отырық, ұл өсіріп отырық. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Осы ауылда только той болсын деймін. Рахмет, жасай беріңіз. Ал құрметті замандастар, достар, патша көңілдеріңізге Алла разы болсын. Ал аға, өзіңіз бір ақ тілек болсын. Осы тілекті айтпастан бұрын мен мынау ағаны ерекшелеп тұрып шақырғым келіп тұр. Құрметті туысқандар, мынау қазақ десең өзіңе тиеді, бірақ тойдың соңына дейін қалыңыздар. Пакетті көтеріп алып сыртқа шығып арқалап кетіп қалу жоғынан болсын. Мынау асаба деген негізі, асаба деген Арыстанбек әкеміз бен анамыздың халыққа айтқысы келетінін жеткізуші құрал. Сондықтан да әкеміз бен анамызды шынайы сыйлап келсеңіздер, тойдың соңына дейін атсалысып, ақ тілекті құлақ қойып жақсылап тыңдайық. Қатты айтты деп сынап сөге көрмеңіздер. Алла разы болсын патша көңілдеріңізге. Құрметті әріптестер, жолдастар, достар, баршамыз назарымызды ортаға салайық. Әрине жолдастар тайғұлындай тебісіп өскен. Бұл кісілер екінші дастарханда шыққан кезде ертең айтады, ойбай бізді тыңдаған жоқ деп ренжіп кетеді. Сондықтан осы тойға келген қонақтың әрқайсысының көңілі біз үшін, Арыстан әкеміз үшін, анамыз үшін өте қымбат. Сондықтан баршамыз тыныш отырайық. Ал аға. Ал құрметті қауым, мен достардың арасынан сөз сөйлеп отырғаннан кейін
достар сөйлеп отыр. Мен сөйлемей қалмауымна мүмкіншілігі жоқ. Өйткені мен мынау Арыстан ағам менің. Мынау үлкен ұзын қыпшақ Тілеулі батыр ұрпағы. Тілеулі ұрпағы Дәуітбай қыпшақ үлкен әкеміз мінекей Арыстанның ұрпағы болса, мен соның бір тармағы Таңат деген баланың әкенің баласымын. Ал екеуміз қыз алыспайтын қыпшақпыз, жарайды, оны әрмен қарай таратпай ақ қойайық, кешіне қарай. Ең айтым келіп тұрған себебім, мына жерде Қыдырбек, Регина әр уақытта да денсаулықтары мықты болсын, өмірдегі алға қойған мақсаттарын орындала берсін. Енді былай қарай бұрылып келсек, бала кезімізден өсіп өнген Арыстан досымыз Гаухар енді маған жеңге болып келеді. Екеуміз бір курста бірге 5 жыл бойы бірге оқығанбыз. Қуаныштарың құтты болсын. Тек қана алда қуаныш қана бола берсін. Ертеңгі күнде екеуінде пенсияға ертерек шығып, жаңағы қос туған балаларды мәпелеп отыруға жазсын. Тек қана қуаныш қана болсын. Жұмысты ұмытып, балалардың немерелерінде бағуға жазсын сендерді. Енді сөзін шындай керек, мына жерде Арыстан енді мына жерде үлкен әке, Марат әкенің орында жүр. Бүкіл құдаларын бүкілін Арыстан атқарып жүр. Рахмет аға. Қандай тамаша тілек болды, қол соғып қойыңыздар. Осындай замандас, құрдас, жолдастар аман болсын. Патша көңілдеріңізге Алла разы болсын. Рахмет. Ал мына жерде жаңағыда тілек айтып берілмей қалған. Құрметті құда-құдағилар, бүгінгі қадамдарыңыз құтты болсын. Біздің Арыстанның, Гаухардың кішкентай кезінен бірге өскен достарымыз. Мына Алматыдан келіп жатыр, оның барлығы сыйластықтың арқасы. Алматыдан келіп жатыр, Астанадан келіп жатыр, Жезқазғаннан келіп жатыр. Бәріміз бірге өскен, жастық шағымыз бірге өткен. Мынау Аида, Қыдырбек, біздің көз алдымызда өскен балалар. Не айтам, Қыдырбек, өмір жастарың ұзақ болсын, бақытты болыңдар, ең бақытты отбасы болыңдар. Мына әке-шешелерін сыйлаңдар. Мына Арыстан мен Гаухардың сендерге деген істеген еңбегін ақтаңдар. Мына үлкен кісілеріміз аман болсын. Сол кісілердің арқасында біз тайрандап, талтандап жүре берейік барлығымыз. Әмин. Гаухар, Арыстан, не айтам, енді бірге өстік, жастық шағымыз бірге өтті, өте қуаныштымын. Ризамын сендерге. Сендердің жолдарыңды бізге берсін. Сендердің өкшелеріңді басып, бізді тойдан тойға ұласа берейік. Тойларың тойға ұласын. Айтсын. Рахмет. Сыйлығымызды берейік, айтсын. Подарок бар екен ғой, конверт. Айта алмай тұрған сол. Алып кетейін тұр үйге. Ал, міне, сый-сияпаттарыңызды, тойға келген шашуларыңызды беріп тұрыңыздар. Қол соғып қойыңыздар, замандастар, жолдастар, той төлемеліңіздер. Осы бір қызық қуаныш сіздердің әулеттеріңізге жұғысты болсыншы. Ұлық бұл қылықты қыз тәрбиелеп, осындай қызық қуанышқа кенеліп жүруді Алла нәсіп етсін. Ал, аға жеке келіңіздер, естелік суретке түсіп алайық. Жасай беріңіздер жолдастар. Ал, Қыдырбек, Регина, менің қасыма келіңіздер. Алаға жайғасыңыздар. Баршамыз жастарға қарайықшы. Баршамыз жастарға қарайық. Тойымыздың төріндегі ақсақал аталарымыз, ақжаулықты аналарымыз, ағайын туысқан ақ-тілек айтты. Мынау жастық шақтың керемет бір көрінісі, үлкен өмірге деген аттаған үлкен қадамдары құтты болсын, құрметті ағайын. Енді жас жұбайларда тойымыздың төріне ауыстық. Баршамыз назарымызды ортаға салайық. Жас жұбайлардың алғашқы белғышақ биі болсын. Ағалар, үлкен өтініш, жеңгелерімізді ортаға сүйреп биге шығып кетпеңіздер. Бұл бір бейне видеоролик естелік болсын. Тек қана жас жұбайлардың биі болсын, құрметті ағайын.
Олай болса жас жұбайларды тойымыздың төріне би алаңына шақырайық, баршамыз назарымызды ортаға салайық. Келіңіздер. Индира Балкеева қыздарымыз шақырайық. Белқұшақ биі жастарды. Жастар бақытты болсын. Бекарыс Ботабек атты құрметті замандастар, билеп шығыңыздар, достары. Достар, барша достар. Дос Дархан келіңіз. Ал, би қайда жастар? Сегодня вечер болады пати. На стиле, қызыл жасыл, түрлі басил. Жігіттерден біздің қас болды, үстінде пиджак цветом малина. Билуді бәрі жас пелегәрі, колонкада жатылып тұрған. Ал Арыстан аға, той төріне келіңіз. Сізді шақырайық. Гаухар анамызды той төріне алғызайық. Барша қонақтар 40-на шыдадық, 41-не дейін шыдап, сабырлық сақтап, мынау стаканымызды алып дастарханды қайта-қайта араламай, тойымызды мәнді сәнді бастасақ, мәнді сәндетіп аяқтайық. Арыстан ағамыз келе жатыр, қол соғып қойыңыздар. Той иесі. Келіңіз аға. Айқай шу. Жастар. Арыстан әкеміз келді, анамыз бар. Адамды досынан қарап таны деді. Қыдырбек пен Регинаның достары, замандастары.
Құрметті бойдақтар, сіздерге де осы күн жұғысты болсын. Тұрмысқа шықпаған қыздар үлкен бір ордалы отбасыға келін атаныңыздар. Регинаның жолын берсін деді. Ал енді ширатып ортаға 4 жігіт келсін, қалғанымыз қосылайық. Достардан 4 жігіт, әріптестер, коллектив 2 жігіт, жастар, жігіттер ширатайық, ортаға келіңіздер. Ортаға шығып алыңыздар. Жоқ болмайды, осы жерде тұрыңыздар. Ал, құрметті ағайын, баршамыз назарымызды ортаға салайық. Сәлден кейін басы бар нәрсенің аяғы бар деді. Той иелері сөйлейтін болады. Сондықтан мынау дастарханға бата тілемей жатып, орнымыздан тұрып кеткенді доғарайық. Ал, кім бастайды? Ал, құрметті Асқар Тоқ әке, қадірлі әке, Арыстан әке, және де біз де бір кірпіш дүниеге кетігімізді тауып, енді қаланар сәтте дұрыс жол көрсеткен нұсқаған аяулы ұстазымыз, аяулы анамыз болып кеткен Гаухар тәте, осы қос балапандарыңыздың үлкен өмірге қадам басуы оңынан болсын, қадамдарынан нұры өтсін. Тек жақсылықтарымен қуантып, шаңырақтары биік, керегелері кең, табалдырықтары берік болсын. Ал Қыдырбек досым және де Регина, сендерге өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Отбасының қорғаны, отауының қорғаны болу, әке деген, Асқар Тау әке деген, қадірлі әке деген атқа лайықты болуына тілектеспін. Ал саған Регина, ұлы қазақ, бабаларымыз айтып өткен, әйел бір қолымен әлем тербесе, бір қолымен бесік тербейді деген, әдемі суреттеген сөздің кескіні болатын аяулы жар, инабатты келін, және де аяулы ана болуға тілектеспін. Махаббаттарың баянды болсын, достығымыз ғұмыр болсын, құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Арыстан әке, Гаухар тәте, үйлеріңізге келіп жатқан жаңа қыздарыңыз құтты болсын, үйлеріңізде тек бақыт болсын, немерелер толсын, іші жанға, сырты малға толсын, тек жақсылық болсын. Ешқашан қиыншылық көрмеңдер, болса да бірге көріңдер. Бар жақсылық тілеймін, әрқашан бірге жүре берейік, кішкентай кезімізден бастап. Досым бар жанға орын бала кезден, бір досым бар бірге қалаған кезге. Арыстан әке, тәте, үлкен тойларыңыз мерекелеріңіз сәтті болсын. Өздеріңіз көз алдарыңызда өсті. Тілейтініміз тек бақыт, сіздерді қуантыра берсін, сіздер бақытты болсын. Немере, шөбере сүйіңіздер. Қыдырбек, Регина, счастья, лучшей радости, побольше. Шегиша. Сол бақытты. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым жамағат, сіздерге ағайын сәлем болсын. Біз енді Қыдырбектің осы кейіннен ғана осы коллективі ұжым болып жатқан ұжымнан келіп отыр. Енді басқалары белгілі бір себептермен келе алмағанда, осы бір-екі жыл ғана ортадан келген. Оған айып етпейсіздер, әркімнің жағдайына байланысты осындай жағдай болып келмей қалды. Қыдырбек оған ренжімейді. Біз ол кісілер үшін кешірім сұраймыз біріншіден. Ал енді мынау аға жеңген сіздермен мынау үлкен той мынау құтты болсын деген келеді. Алланың адамдары осы бала-шағалардың қызық қуанышын тоймаңыздар. Енді Қыдырбекке айтқанда былай жігітті бетіне мақтама дейді ғой. Бірақ Қыдырбек ортамызға келгенде аз уақыт ішінде өзі көрсеткен жігіт, жігерлі де ақылды саналы жігіт екенін өзі көрсетіп отыр, өзі танытып отыр. Ағамыздан сұрайық. Енді байқадым, енді ортада жаңа танысып жатыр, жаңа біліп жатыр. Қыдырбек айтарым, шын айтқанда сен 4 қолдан тең бақытты жан екенсің да. Осындай бақыттан айырылма болып мен соны білдім, мен соны түсіндім. Мынандай әке шеше тұрғанда әуелі алла дейді, одан кейін ата-анам дейді. Ата-анамның қалғанын біле білсең, осы ата-аналардың арқасы шын айтқанда, осы жеміске жетіп отқаным. Ата-ана деп қол соғып қойыңыздар, ағамыз жақсы деп айтты. Мен сіздерге тілерім енді осы кісілерде үлкен ордалы отбасы болыңыздар. Мынау тегіп атқан шаңырақтарымыз мешіттің күмбезінде күн сүйдірсін. Әрине, ол кісілерге ұқсау керек сіздерге. Айтады ғой, болмасаң да ұқсап бақ деп. Ондай болу қайда дейді.
ондай болмасын егер ғылымды шын білімді сүйсең дейді. Осы кісілер сияқты үлкен орда бол. Осы кісілер ғана биікке жеткен емес, сен бұдан да үлкен биікке жетуге хақлысың, міндеттісің. Сондықтан осы кісілердің үміттерін артыңда. Бәрекелді. Ал келесі. Аға, жеңгей, балаларыңыз бақытты болсын, үлкен ақ орда болсын, биіктен көріне. Бар бақыт тілейіп, бағана айтып отырған тілектердің бәріне қосыламын. Бақытты болсын, тек қана бақытты. Рахмет. Ал жігіт жолдас, бағана главный спонсордың бірі болса ғой, 10.000 теңге берген. Қол соғып қойыңыздар. Жігіт жолдас бір ақтайға ақтарсын. Ал Арыстан көке, Гаухар көке, тойларыңыз құтты болсын. Ал Қыдырбек Регина, үйден тойларың құтты болсын. Сіздерге тек қана бақыт, аққу құстың ақтығын, махаббаттың тәттігін, ата-ананың асылын, жапырақтың жасылын тілеп бақытты болыңдар. Ал біздің атымыздан жолдастардың атынан кәне! Ойба! Жолдастардың атынан машина деген сияқты. Қосып қойыңыздар. Жолдастар, патша көңілдеріңізге Алла разы болсын. Осы бір той сіздерге де жұғысты болсын, ортаға келіңіздер. Мұқағали Мақатай былай деп жырлады ғой. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзім мін артып, жауыздың барып жанында өзір болғанша, сіздер сияқты достардың барып ауласында өлген мың артық деді. Патша көңілдеріңізбен, мәрттіктеріңізбен, биіктіктеріңізбен жасай беріңіздер. Қол ұстасқан екі жастың қасында осындай қоғадай шапырылған мың досы болып жүре беріңіздер. Әке ана ортаға келіңіздер. Той төріне шыққандарыңыз құтты болсын, жақсы бір естелік суреттеріңіз болсын. Келін баланың бетінен сүйе бермеңіздер, макияжы қымбат қыз жолдастың бетінен сүйіп тұтай берсеңіздер болады. Жастар, той төріне шыққандарыңыз құтты болсын. Қол соғайық, жастар бақытты болсын. Ал ардақты ағайын, құрметті халайық. Бүгін міне Арыстан әкеміз 300-дік басын қоспаса да 300-дік басын қосып ұлан асыр той жасады. Осы тойда қызық қуанышта бөлісуге келген патша көңілдеріңізге Алла разы болсын. Асылып айтсақ, бірінші Алла кешірсін, одан кейін сіздер кешіріңіздер. Азапқа қатты айтып сынап сөкпеңіздер. Мен той иесі Арыстан әкемізбен Гаухар анамыздың тілегін сөзін жеткізуші жай ғана құралмын. Сондықтан да бүгінгі баладай көңілмен даладай дастархан жайып отырған тойымыздың иесі, тойымыздың киесі, әкемізбен анамызды басында қалай қарсы алсақ, орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, осындай ұлан асыр той жасаған әкемізбен анамызды құрмет қошеметке бөлеп, баршамыз туысқандығымызды білдіріп, жақсылап тұрып, хормен бір ән шырқап, той иелерін қарсы алайық, құрметті ағайын. Маңдайымнан сыйпап өткен салды. Айқай шулай жастар. Сыймай
рахмет. Елеген құрмет қошемет, патша көңіліңізге алла разы болсын, той төрде жайғасайық, тізе бүгейік. Баршамыз бір ауыздан бүгінгі тойымыздың иесі Асқартау әкеміз, Арыстан әкемізбен алтын құрсақта ақ жаулықты анамыз Гаухар анамыздың халыққа айтар ақ тілегін, ақ ниетін тыңдайық. Егер адам құдықтан су ішетін болса, қазған адамға алғыс айту керек дейді. Ал егер ағашты көлеңкелейтін болса, еккен адамға алғыс айтуы тиіс. Сондықтан да осы ағайын туысқанға, құда жекжатқа өздеріңіздің айтар рахметтеріңіз болсын. Ал әке, өзіңіз бастайық. Анадан бастайық. Біздің тойымызды, қуанышымызды қуаныштауға келген, қызықтауға келген тойшы қауым, сіздерге мыңда бір алғыс, басымды иіп алғысымды білдіремін. Мына біздің қуанышымызды тағы да қыздар кеше ұзатуға барғанда қайта айттық деп ұрысып маған. Толқып тұрмын. Менің мына Қыдырбегім мен Регинам гүлдей жайнап, қол ұстасып, тату-тәтті өмір сүрсе, одан артық бізге папасы екеуіне ештеңе керегі жоқ деп ойлаймын. Өткенде де айттым, Қыдырбегім менің суымның тұнығы, әжесінің аңсап кеткен немересі, атасының тәрбиесін көрген немере. Сондықтан Қыдырбектің жаман болуға ешқандай хақысы жоқ деп ойлаймын. Атасы өзі қолынан ұстап, жетектеп, барлығын үйретіп, ақылын айтып, осындай дәрежеге жеткізген бала. Сондықтан атасының тәрбиесін алған бала ешқашан жаман болмайды деп ойлаймын. Бізді жерге қаратпайды деп ойлаймын. Екеуі тек қана тату-тәтті өмір сүріп, бақытты болып, гүлдей жайнап жүрсеңіздер, бізге онан артық асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Осы халқыма сіздерге, барлықтарыңызға рахмет айта отырып, жаңадан келген құдаларыма, қадамдарыңызға гүл бітсін деймін. 1000 жылдық құда қылайық. Осы екі баланың қызығын қызықтау ғана жассын Алла. Дендеріңіз сау болсын. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Қошеметті тойшыл қауым, тағы да кеш жарықтайын. Мынау бүгінгі келіп жатқан менің Регинамның ата-әжесі, ата-анасы, туған туыс бауырлары. Ақ жол сіздерге, қадамдарыңызға гүл бітсін. Тек қана Алланың назарында қуаныштың базарында болайық. Осы қос ботамыздың тойына жиналған туған туыс, бауырлар, достарым, жолдастарым, ұжымым, жаңа айтып отырмын ғой, бір нанды үзіп жеген бауырларым отырысында. Жаңа да үлкен кісілер сөйлеп айтып отыр. Апаларым, туған жиен бөлелерім, нағашы жұртым, одан кейінгі қайын жұртым, бірақ бізде қайын жұрт деген әңгіме жоқ, Қайрат айтады ғой, бауырымды, қайнағым. Өмірі күйеу болады, міне осы жаңа. Енді Гаухар екеуміздің отасқанымызға 28 жылдан асып барады. Өмірі маған біреу келіп, сен күйеу болады, сен бүй, сен сөйт деген әңгіме болған жоқ. Сол сияқты енді Қайрат Мирамович айтпақшымын, в нашей семье принято. Келін деп күйеу болады деп айтпайды. Ботам дейді, жаным дейді, ұлым дейді. Әрқашанда солай болады деп, Регина бота бірінші күн Талғатта тағын өзім маңдай нәрсе өзім айттым. Мен ұлымды қалай көрем, өзім солай көрем. Енді мама екеуім ара не істейтін, это ваша проблема. Кеше ана тойда да западқанда айтады ғой, лучше дружить со мной деп. Давай дружить деп айтады. Бұның бәрі ойын ғой, енді
осы қонақтарға мен де басымды иемін. Мен де осы 49 жыл өмір сүргенде сыйластығымның бар екенін көріп отырмын. Халықтың, туған туысымның, нағашымның, бауырларымның көп рахмет, басын деймін. Менің әкем, ол мен облысының қолына тәрбиелеген. Дүние салып, соғысы мен 20 айтып отырмын жаңағы жұмысқа жергілікті жасқан араласқанда оқып отырып. Күндіз түні ля иляха илляллах Мұхаммед Расулуллах аузынан түспейтін. Бісміллә деп арыстанын ешкімнің ала жібін аттама дейді. Сол кісінің айтқан тегімен осы күнге жеттім мен. Мақтанғаным емес. Елді сыйлайды, достарымда сыйлайды. Қыдырбек өзің білесің, бір емес бірнеше облыста қызмет істедік, жұмыс істеп келдім. Сол менің жолымды саған берсін. Адал болсаң, ешқашан өтірік айтпаңдар. Бастарың кетсе де деп айтады Марат әкем. Басым кетсе де өтірік айтпайды. Одан да шындықты айтып, сол нәрсені шешіп отырсыңдар, оталар. Өйткені отбасы болғаннан кейін күнде бұндай жақсы бола бермейді. Әр қашанда күйеуің тіршілік, анда жетпейді, анда келіспей жатады. Сол кезде екеуі бірге болған керек. Екеуі қол ұстасып, мана шешелерің айтты ғой. Бәтима құдағи бір-біріңе қарамаңдар, бір жаққа қараңдар. Сонда талап тілектерің орындалады. Алла тағала ең бірінші. Одан кейін ата әжелерін әруақтар желеп сендер. Сендерге тілейтін бармақтай бақыт берсін оталар. Тек қана қуанышта, қызықта, достарың, жарандарың көп болсын. Одан жаман болмайсыңдар. Кез келген елде Қыдырбек өзін көріп olsun. Қайда барсақ та менде туыс бар, менде жолдас бар. Оның бәрі неге? Оның бәрі сен қалай сыйласасың? Досыңмен, жолдасыңмен. Бір асын насыбайдан көңіл болады дейтін атам қазақ. Соны болдырмауға тырысу керек. Қолынан киме алса да, жетпей жатса да, бір шәугім шай дейді ғой. Бір кесе шайымен қара нанды қойсаңдар да, соған жортып жатқан жолаушы риза болады, оталар. Соны есте сақтаңдар, ұмытпаңдар. Байлықтың керек жоқ, тасуаттың. Алла тағала береді өзі. Өздерің Қыдырбек, әйелім бар, қауқарым бар. Ақырын келеді. Баяғы өзің айтқан 6 бөлме, 10 алдық. Мысалы, бата берді. Сол, сен де жай елдің баласы емессің, әруақты елдің баласысың. Әкеміз, үлкен әкеміздің көзі болатын кезінде. Өз баласын өзі өлтіріп алған, өзің білесің тарихын. Сол тек қана аруақтар ешқашан түңілмесін бізден. Олар керісінше бізбен мақтанып, шаттанып, қара жердің қойнауында жатса да, бізбен қуану керек. Сол дәрежеге жету керек. Өлі риза болмай, тірі байымай деген сөз бар атам қазақта. Сол сияқты жаңа айтып отырмын ғой, үлкені болсын, кішісі болсын. Мәселе үлкенді ғана емес, өзінен кіші бауырларыңды сыйлауға тырысыңдар. Сыйлап, қонақ қылып, күтіп, одан ешқашан да жаман болмайсыңдар. Өркендерің өседі, бақытты боласыңдар. Әр адам батасын беріп кетеді. Сенде шамалы қатты мінезі бар, Қыдырбек, білемін. Ресейде бірақ артынан басыласың. Соны ақырын байқап, жаңа құрылатқан отбасында Регина реттейді ғой деп ойлаймын. Енді бізді сені тәрбиеге салып қой, енді
ұят болатын жоқ. Екеуміз өздерінің отбасыларың бар. Айтады ғой орыстар, 7 раз отметь, 1 раз отрежь. Сол сияқты аттаған қадамдарыңды, басқан іздеріңді ойланып, тілден шыққан сөз жау болады. Сөйлеген сөздеріңе ие болып отырсыңдар. Енді мен мораль оқып кетті деп ойламаңыздар, құрметті қонақтар. Мен өзімнің басыма өткен жағдайларды осы өткен біраз жігіттер куә. Бұндай жағдайға, бұндай қызметке жайдан жай келген жоқпын. Талай нәрседен сүріндік, талай нәрседен күйдік. Бірақ адалдық пен шындық әрқашанда жеңеді. Әрқашанда. Міне сол жағында отырған кісілер оның дәлелі. Бір жыл емес, 20-25 жыл бірге келатырмыз. Еңбектің жемісі, талмай еңбек ету керек. Енді көп сөйлемей, елдің мазасын алмайық. Жаңа құда жекжаттар келіп атқан. Құда жекжаттар депті 1-2 жылдан кейін айтылмай қалатшамыз. Келесі жылы бесік тойға келетін болсақ. Сол деген сразу туыс боламыз. Қадірбек болса, Регина жаным сол. Жаңа айттым ғой, Алланың назарында, бақыттың базарында болыңдар. Біздің қолдан келер ештеме жоқ. Барлығы өз қолдарыңызда. Семья болуды, отбасы құруды, өздеріңіз шешсіңіздер. Сол тек қана біз сеуіп кірміз, екі жақтың ата-анасы, екі жақтың туыстары. Ертең бірақ күнде олай бұлай жаманшылық болатын болса, ұмытылып та кетеді. Оны естерінен шығармаңдар. Мынау дүйім халықты жинап, сендердің осы бақыттарың үшін, сендердің қуаныштарың үшін, сендердің шаңырақтарың үшін тұрған ата-ана, апа, әже, бауырлар, ағалар, достарың деп отыр. Сол сіздерге артқан сенімді ақтай біліңдер. Бақытты болыңдар бұлар. Қандай қошеметтеріңіз болсын. Әкеміз қаншама ой тастады. Талай тойда болып қанат болған режиме жаңа айтатын да оны. Асабаға рахмет, операторға рахмет. Қанат шын көңілмен өзің бірінші күннен келіскелі 3 ай бұрын ғой. Сөйтсем бұл кісі бұл бала мен көрші екен. Ертең келіп кетем ғой, және келіп кетем. Рахмет Қанат. Көркеніңіз. Көп рахмет. Бақытты болыңыздар, қуаныш қызық тойларыңыз көп болсын. Әмин, рахмет. Жасай беріңіздер. Әкеміз осы әулеттің төрінде отырған сары түсті ақ жаулықты ақсақал аталарымыз бен 10 үйдегі аруақтардан бастап есік алды. Қанша ой тастап, ортада сойқан бір бийлегісі келсе де көкейінде бір өксік тұратыны анық болды. Тәлім мен тәрбиесін қатар айтып, жас жұбайларға батасын берді. Алла бастарын бақытты қылсын, құрметті ағайын. Менің айтқым келіп тұрғаны, әке көрген оғжылар, шеше көрген топ жерді. Осы әкеміз бен анамыздың жақсы жолдарын жастар сіздерге жұмыс істеусін дедім. Әке асқартауыл болса, ана ағып жатқан бұлағын, ал бала жағасындағы құрағын деді. Құрақтарымыздың бір басы екеу болды, Алла көп көрмесін, тілден, көзден сақтасын деді, құрметті ағайын. Әйтеке бидің бір сөзінде, байлық деген қолда ерген мұз болса, бақыт деген құдалар ұзатылған қыз деді. Ал арыстан әке бала деген мәңгі артта қалған іздеді. Іздеріңіз көп болсын, той құтты болсын. Мынау бір списокты ұстаңыз. Алла қаласа, мен мына жерде ешкімнің атын өшірмесем, қоспасам өшірген жоқпын. Сондықтан осы списокты тізімді алып алыңыз. 4 көзіміз түгел, келесі тойда осыған тағы да қонақтар қосып, жаңа құдалардың баршасын қосып шақыруды Алла нәсіп етсін. Аиданың ұзату тойында осы бір бесік тойда кездесуді Алла нәсіп етсін деген жан болса, қатты қол соғып қойыңыздар. Той құтты болсын.
құрметті қалайық, бүгін сіздердің алдарыңызда қызмет көрсеткен орта жүздің ұлы киелі мекен Иман Жүсіптің мекені Ерейментаудың тумасы есімім Таңатұлдарыңыз мен болам. Соңғы 10 жылда осы Қарағанды қаласында қызметтемін. Мені құлақ қойып тыңдағандарыңыз үшін патша көңілдеріңізге Алла разы болсын. Асығып айтсақ, бірінші Алла кешірсін, одан кейін сіздер кешіріңіздер. Бүгінгі Қыдырбек пен Регинаның тойы қалай? Ұнады ма? Ұнамаса айтыңыздар, қайтадан басынан бастайық. Жасай беріңіздер, тойыңыз қуаныштарыңыз құтты болсын. Менің айтқым келіп тұрғаны, ата-ананың баласының алдында 3 парызы бар деді. Бірінші парызы, дүниеге сәбиге келген кезде Алланы ұлықтап, мадақтап, әдемі есім беру. Ата-анамыз есім берді ма? Әдемі есім берді. Қыдырбек деп есімін қойдық. Екінші парызы, баланы оқыту, тоқыту, жақсы тәрбиелеу деді. Қанша жерден мықты оқытса да, тәрбиесіз алынған білім адамзаттың қас жауы деп абыз аталарымыз айтқандай, тәрбиесіз білім алынбады біздің Қыдырбек. Тәрбиесін берді, екінші парызы орындалды. Солай ма? Үшінші парызы, ұлың ер жеткен кезде, қызың бой жеткен кезде, ұлыңды ұяға қондырып, қызыңды қияға қондыру деді. 3 парыздың үшеуінде аман есен Алла тағала осы күнге жеткізіп өтеп шықты. Асқартау әкемізбен алтын құрсақтарымыздың мәртебесі әрқашан биік болып, жастар үмітті ақтаңыздар. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Мен енді өз басым бүгін енді қатты айтсам, әкемде адамдардың ашуына тисем, жеңгемдей жайсаң жандарды ренжітіп алсам, құрметті ханымдар мен мырзалар, жанарларыңызға кірбің түсіріп алсам, мен сіздерден шынайы кешірім сұрайын. Сіздер менің барымсыздар, сіздер менің нарымсыздар. Мен сіздерді шынайы жақсы көремін. Тойыңыз, қуаныштарыңыз құтты болсын. Рахмет. Патша көңілдеріңіз Алла разы болсын. Арыстан әкеміз айтты, әулетіміздің үлкендерінен тойымыздың төрінде келген барша қонақтардың жолының ақтығын тілеп, үйіне аман есен жетсін деп, тойымыз қуаныш құтты болсын деп бірінші бата сұраймыз деді. Содан кейін, батадан кейін анамыз айтты, қалаған қонақтар келіп билесін деді. 30 күн, 40 күн той қылған қазақпыз, билейік деді. Сосын таныс болдан кейін қайтадан шай дастархан болады деді ғой. Ол шай дастарханда әркім өз үйінен ішсін деп айтты. Алла болса, құрметті ардақты ағайын. Қошеметті қонақтар, кешірім өтінемін. Жаңа мынау судай жаңа құдалар ертең сағат 12-де, кәрбіші 9-2-де құда тамақ келіп дәм татуын сұраймын. Рұқсат болсын. Ертең құдалықтар өзім болам, құрметті құдалар, келіңіздер. Әкеңіз бүгін осы күнде Қарағанды қаласында жаңа бір үлкен зәулім сарайға қоныстанды. Алла қаласа осы үйдің іші немереге, шөбереге толы болып, үлкен ақсақал мен ақжаулықтарға болыңыздар. Солардың ортасында темір қазықтай қасқайып жүруді Алла нәсіп етсін. Ал ардақты ағайын, әулетіміздің үлкендерінен иләһи деп бата сұрайық, сосын әмин десең маған, бата берейін саған, күмістен болсын жаған, алтыннан болсын даған. Асыңа береке берсін басыңа, сауысқандай сорғылап, қырғауылдай қорғалап, достарын берсін басыңа. Жеріңнің екі басына жыл қайдаса жетпесін, басыңа қалған бақ дәулет басқа тепсек кетпесін. Әмин Алла. Ал құлан қазақ елінің жаңадан бір отбасы, жастар уақыты болсын, той төріне келейік, баршаңызда би алаяқты шақырамыз.